Сәлеметсіздер ме? Біз Абай облысы, Аягөз қаласы, қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының мектеп парламенті. Біз үздік мектеп парламенті байқауының қатысушыларымыз. Мен 9 сынып оқушысы Төкенбай Эльдана, мектеп президентімін. Мектеп президенті ретіндегі менің басты міндеттерім оқушылар мүддесін қорғау, түрлі шаралар ұйымдастыру, оқушыларды жан-жақты дамуға шақыру және де көшбасшылық таныту. Ендігі кезекте менің президенттік жұмыстарымен толығырақ таныса кетсек. Мен 8 сынып оқушысы Сәрсенғазы Еркеназ, экология фракциясының көшбасшысымын. Экология фракциясының мақсаты табиғатты қорғау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Мен Мұхамедбек Айшуақ 8 сынып оқушысы, ақпарат фракциясының көшбасшысымын. Ақпарат фракциясының негізгі міндеттері ақпараттық сауаттылықты зерттеу, командалық жұмысты дамыту, жаңа технологияларды қолдану арқылы білім алушыларды зерттеу қабілетін жақсарту. Сәлеметсіздер ме? Мен Азелханы Бауыржан Бейбітқызы, 9 сынып оқушысы, Қамқорлық фракциясының көшбасшысы. Қамқорлық фракциясы ол оқушыларды үлкендерді сыйлауға, бір-біріне мейірімді болуға, қамқор болуға шақыру, және де ой, сөз, қол бірлестігінің ұғымын тереңдету, және де менің фракцияммен тереңірек таныса кетсек. Мен 8 сынып оқушысы Жұмабек Сабина, спорт фракциясының көшбасшысымын. Спорт фракциясының мақсаты спортты дамыту және де қоғамда дене шынықтыруды насихаттау арқылы халықтың денсаулығын жақсарту, белсенді өмір салтын қалыптастыру. Негізгі бағыттары спорт мәдениетін дамыту, бұқаралық спортты насихаттау, спортшыларды қолдау, халықтың денсаулығын жақсарту. Мен 9 сынып оқушысы Насипбекова Еркежан, өнер фракциясының көшбасшысымын. Өнер фракциясының басты мақсаты мектебіміздің мәдениет және де өнер саласын және де білім саласын дамыту болып табылады. Мен Тілеуберген Балауса, құқық және тәртіп фракциясының көшбасшысымын. Менің міндетім мектеп ережелерін сақтау, оқушылардың құқығын қорғау және де мектеп ережелерінің толық орындалуын қамтамасыз ету. Мен 7 сынып оқушысы Серікқызы Айзада, дебат фракциясының көшбасшысымын. Дебат фракциясының негізгі міндеттері жауапкершілікті жас ұрпақты қалыптастыру, мектепте оқушылардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру, дауларды дипломатиялық жолмен шешуге шақыру, мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды іске асырудың жаңа идеяларын анықтау.